Ассалаумағалейкум, құрметті алталаш. Бүгін Силкой халықаралық университеті мен Шымкент қаласы жастар ресурстық орталығының бірге қолға алған жастардың айтары бар жобасының қонағы Шымкент қалалық мәслихатының депутаттығына үміткер Шымкент қаласы Нұр Отан партиясы еңбекші ауданы филиалы көркем бастауыш партиясы ұйымының төрайымы іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі Шунгараева Гүлия Әскерқызы. Қош келдіңіз әпке. Жалпы бүгін біз қоғамдағы әйел адамдардың рөлі қаншалықты екендігін барынша жілігін шағып жеткізуге тырысамыз, құрметтілер. Олай болса, алғашқы сұрақ, егер рұқсат берсеңіз, бастай қойсақ. Гүлия әпке, ақылды әйел деген кім? Ол қандай болу керек? Ақылды әйел ол ашылыққа салмай, айқай болса да, қандай бір жағдай болғанда бәріне сенің бір сабырлықпен, түсінушілікпен, мейіріммен, махаббатпен шешетін, пайымға салатын әйел деп ойлаймын. Керемет. Жалпы тарихта ақылды әйелдер көп. Біздің қазақтың тарихында, немесе әлем тарихында, оны ғалымдар зерттеп, талай жерде жіліктеп бізге түсіндірді. Енді сіздің ойыңызша біздің тарихтағы ақылды әйел деп кімдерді айтуға болады? Және ол кісілердің қай қасиеті көбірек дәріптелуі керек? Әрине, тарихымызда өте көп. Оның бірін айтатын болсақ, Әмір Темірдің ұрпақтары, Самарқанның бишісі Ұлықбектің қызы, Әбілхайырдың жұбайы Рабия бегім сұлтанды айтсақ болады. Домалақ анамызды айтсақ болады. Томирис Тұмар ханшайымын айтсақ болады. Египеттің ханшайымы Клеопатра. Олардың барлық тарихта бір өз орны қалған. Себебі олар бәр нәрсені ақылдылықпен шешіп, мемлекеттің бәр ісіне араласып, өз үлестерін қосқан. Керемет. Жалпы дәл сіз айтқан кісілердің барлығы тарихта өзінің іскерлігімен қалған екен. Нақты сол кісілер билік құрып, сол кісілер мемлекет ісіне араласқан тұстардың барлығында мемлекет гүлденіп өркендеген тұстары өте көп. Әрине, сөзсіз. Оның барлығы жаңа тапқырлық дейді. Керемет. Жалпы өзіңіз іскер әйелдер қауымдастығының белді мүшесісіз. Енді айтыңызшы, әйел кісінің іскер болуы бүгінгі қоғам үшін қаншалықты маңызды? Мен енді іскер әйелдер қауымында белсенді мүшесімін 10 жылдан аса. Әрине, қаламыздың өзінде ауқымды біраз тірліктердің бәрін осы кісілер шешілетіндей жұмыстары бар. Ол енді қайырымдылық қоры болсын, қазір мынау аналар үйі дейді, жетім жесірлердің үйі дейді, мүгедектер үйі болсын, қариялардың үйі, бәрін толықтай солардың жағдайын біліп отыратын осы іскер әйелдер қауымдастығы. Оның арасында енді оның бәрін айтып өте бермейді, бірақ олардың тірлігі орасан зор. Себебі көбінесе 4 бағытта жұмыс істейді. Іскер әйелдерді бір жақсы қызметке дайындау дейміз. Жас кәсіпкерлерді, тәжірибесі мол кәсіпкерлермен жолықтырып, солардан көп ақпараттар алады, бөліседі тәжірибесімен. Шаңырақ деген центр ашылған орталық дейміз. Ол орталықтың ішінде қазіргі жас келіндердің, енді келін болып түскендіктен өздеріңіз білесіздер, психологиялық тұрғыдан барьер дейді ғой, ата-аналармен қарым-қатынасы дейді. Онан кейін сөзсіз ежелден ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрдің жалғастыруын, кәдені, сол жағынан бәр нәрсені біз қамтып үйретеміз. Жақсы, керемет. Бір сөзбен айтқан кезде қыздарды жалпы жақсылап дайындайды екенсіздер ғой. Бір жақсы сол жерде қыздар болса, байланысына беріңіз бізге. Енді айтыңызшы, жалпы саясатта 30%-ға жоқ әйел кісілер мемлекеттік билікте болса, ол оң әсерді көбірек береді деп. Әлемнің ғалымдары солай шешті. Және қателеспесем мемлекет біздің Қазақстан Республикасында да осындай бір жүйені оң деп тапты, қолдай түсті. Өзіңіз Шымкент қаласы мәслихатының депутаттығына үміткерсіз. Сіз мәслихат депутаты болсаңыз, қаламызда қандай оң өзгерістер болуы мүмкін? Жалпы қаламызда болашақта қандай оң өзгерістер күтіп тұр сіздің тарапыңызда? Енді өздеріңіз биыл білесіздер, елбасының шешуімен мынау алдағы уақытта мен енді үміткермін. Қазіргі уақытта квота 30%-ға әйелдерге мүмкіндік берді. Сондықтан да мен өзімді осы додаға салып мүмкіндігімді көрейін деп. Қазір 30% әйелдер өткен күнде де мен айтайын, ол өтеді ғой, 30%. Белгісіз кім болады. Бірақ өтем деп отқан үміткерлер өткен жағдайда барлығының ойы бір жерден шығады деп ойлаймын. Ол ең бірінші қазіргі біздің жастарымыз. Жастарымыздың қаржылау жағынан сауаттылығын ашу. Мектеп кезінен оларға курстар беріп,
қаржыны қалай жұмсау орнымен, оны шашпастан үнемдеп сондай жағынан қарайтын болса, біздің жастарымыз қаржылай жағын сауаттылығын ашатын болсақ, үлкен деңгейге жетеді. Онан кейінгі өкінішке орай қазір қоғамымызда жастардың көп бір тәуелділігі бар, құмар ойынға. Сол ойындарды тәуелділігін алдын ала алса, халықта мынау көлік жағынан қоғамдық көлікті жақсарту болса, халықтың жағдайына қарап көркетсек деген осындай ой болады деп ойлаймын әйелдердің. Жақсы. Демек, барлық депутат болуға үміткер әйелдер осындай бір ең актуалды деген осы 4 мәселенің айналасын міндетті түрде шешеді дейсіз ғой. Айналып өтуге келмейтін мәселе негізі. Деп ойлаймын да. Себебі мектеп қабырғасынан бастап балаға қаржыны қалай жаратуды үйрететін дүние болатын болса, ол демек бала қаржының қаншалықты маңызды екендігін, жалпы ақшаның қадірін де біледі. Ал құмарлыққа келетін болсақ, ол біздің қоғам үшін өте маңызды. Өте маңызды, әрине қазіргі бір. Енді қараңыз, заманның талабына келетін болсақ, әйел кісілер жыл санап өзінің белсенділігін көрсетіп жатыр. Қай мемлекет, қай сала болса да. Бұдан 19 ғасыр немесе 18 ғасырларда бұл нәрсе мүлде белең алмаған. 2 ғасырларға түсетін болсақ, бұл нәрсені біз күткен жоқпыз. Ғалымдардың пайымдауынша қазір гендерлік саясаттың 400 толқын дейді. Енді былай қысқаша айтқан кезде бүгінгі әйел кісілердің қоғамдағы орны қандай? Ол әйелдерді айтып өтетін болсақ өте көп қой қоғамда. Әйелдер бәр нәрсені жүрекпен жасайды деп айтып отырмын ғой. Сезімталдықпен, махаббатпен, тапқырлықпен. Енді айтып өтетін болсақ, бір 90-шы жылдардан кейін бір қиын кездер болды. Сол кезде бір толық емес отбасы, жесір әйелдер болды. Мынау балдары сәл мүгедектер семьялар болды. Соларға отбасына қараймын деп әйелдер табыс табу үшін ер адамдармен бірдей жұмыс жасап, ол үшін бір жеке кәсіпті ашты. Енді оны қазіргі уақытта көбісі ұмытып кеткен шығар. Бірақ сол кезден әйелдер өзіне сенімділігімен қазіргі уақытқа дейін осы кәсіпте көп мекемелерде ер адамдардың да бір шешетін жерлерінде атсалысып бірге қатарлас келе жатқан жағдай бар. Сондықтан ойлаймын, біздің қоғамымызда әйелдердің маңызы, рөлі де өте зор. Осыда тереңдетсек болады, бүгінгі таңға дейінгі мемлекет басындағы отырған әйел кісілер ер кісілерге қашанда тіреу болып деп бірге жұмыс жасайды дейді. Сосын тағы да бір қазақта керемет сөз бар ғой, әр мықты еркектің жанында ақылды әйел жүреді. Әрине қай тұста да, қай сала болса да әйелдің орны өзіндік маңызы бар. Маңызы бар, әрине. Енді тағы өте маңызды сұрақ. Әйел кісілердің іскерлігі біз үшін өте маңызды. Біз ол нәрсені түсіндік. Себебі заман осы нәрсені талап етіп отыр. Қосымша, қазірде қазақ қыздарының белсенділігі артып келе жатыр. Кішкене жаңа әлемдік алған масштабты Қазақстанға түсіретін болсақ. Енді қазақ қыздарының іскерлігінен болашақта қандай нәтиже болуы мүмкін? Жалпы қазақ қыздарының болашақта не күтуге болады? Қазақ қыздарының өзі атауын айтып тұрсың ғой, қазақ қыздары ең бірінші қазақ қызы деген атына сай болса деймін. Тәрбиелі, инноватты, кішіпейіл. Ал енді ол қыздар болашақта қазір өзіңіз айтып жатсыз, заманауиға сәйкес іскерлігімен өзінің еңбекқорлығымен ғана көрсетеді. Еңбек еткен адам іскер болады. Сосын жалпы өзін ортада көрсету, қандай ортада ол қыз жүреді, кіммен араласады дегендей. Сондықтан болашақтағы қыздарға үмітіміз өте көп. Керемет. Бүгінгі, енді осы нүктені кішкене тереңдетсек, бүгінгі таңда қазақ қыздарының арасындағы жалпы қазақ әйелдер қауымдастығы деп кішігірім өзімше қауымдастық құрады шығар. Сол қауымдастық арасында кімдер ең белсенді? Біз кімдерге қарап бой түзеу керек қыздар? Енді қазіргі саясатта болсын, кәсіпте болсын, үлкен бір қызметтерде әйелдер өте көп. Олар маған өзінше әрқайсысы бір тұлға. Олардан мен алатын, үйренетін өте көп деп ойлаймын. Бірақ менің өмірде кумирім бір адам, ол мен анам. Керемет. Осыда әйел кісілердің дүниесін, жалпы жан дүниесіне кішкене тереңдеп көрейік. Сіздің жан дүниеңізге деп алайық немесе. Әйел кісі үшін ең үлкен байлық деп қай дүниені көрсетуге болады, және не үшін ол дүние ең үлкен байлық деп? Отбасы. Неге ол отбасы ең үлкен байлық болуы мүмкін әйелдің? Себебі бұл дүниеге келгенде ең бірінші әйел ол орны ана болу, жар болу,
ол қыздарына жақсы дүниеге жақсы ұрпақ әкелу ол қыздарды, және ағайын туысқанына өте бауырмашыл болу деп түсінемін. Керемет. Бұл сөздің астында қателеспесем ғасырға татитын үлкен әйелдің иығындағы жүк жатқан сияқты. Енді қосымша бүкіл әйелдің тәрбиесіне қазақ баяғыдан акцент берген ғой. Басты орында әйелдің тәрбиесін қойған. Осы таңда жалпы қазақ қыздары оқу керек кітаптар деп, қай кітаптарды жалпы қысқаша керек қазақ қыздары оқу керек, міндетті түрде оқу керек деп үш кітапты атап беріңізші. Енді менің өз сүйікті үш кітабымды атап өтейін. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя, Ілияс Есенберлиннің Алмас қылыш. Енді осыдан басталса деп ойлаймын да, менің өзім ұнататын кітаптар. Бұл кітаптарда жалпы не туралы айтылған? Абай жолында нәпсі, өздеріңіз білесіздер. Бауыржан Ұшқан ұясында ол бір ғана бір нені айтып қоймайды. 4 бағытты ғана түсіндіреді. Ол отбасынан басталса да. Ал Алмас қылышылық ол күш-жігерлікті білдіреді. Оны оқысаңыздар. Мен рахат ойлаймын, сен оқыған сол кітапты. Демек, бұл сұрақтың нәтижесінде мен мына нәрсені көріп отырмын. Қазақ қызы нәпсісін тыйған, бойында армин ұятын сақтаған, күш-жігерге берік, жаңа идеяларға, кәсіпке, жалпы қай салаға салсаң да суға батпайтын, отқа жанбайтын. Баяғы 30-31 жылғы ашаршылық кезінде қазақ әйелдерінің болмысы еріксіз еске түседі екен осындайда. Жақсы, енді тағы бір үлкен нүкте осы негізгі бөлім сұрақтарын аяқтайық. Егер де тарихтағы мәңгі бақи қазақта дәріптелу керек әйел кісі деп кімде айтуға болады? Жалпы қазақ 22-ші ғасыр, 20-ші ғасыр, 30-ші ғасыр, 100-ші ғасырға дейін қазақтың бір бет-жұттары есебінде қай әйел кісіні көрсетуге болады? Енді бұл жерде біреуді бір ренжіткім деген еді, толықтай айтып өтетін болсақ, саясатқа да кетіп қалсам ба деп отырмын, ол да болмайды ау деймін. Бірақ менің өзіме сіз тереңірек айтқанда тек қазақты ғана айтып отырсыз ғой. Енді мен ойлаймын, қазіргі уақытта біздің осындай бір бейбітшілік заманда өмір сүруіміздің өзі, енді Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың ғана айта алар, батыр қыздарымызда. Менің кумирларым да олар деп ойлаймын. Себебі ол қыздардың жасаған қайсарлығымен еліне деген патриоттық қыздарымызды айтып өткім келеді. Керемет, жалпы екеуі де жалпы шығыстың қос шынары, одан кейін жанына 21-ші ғасырдың ғалымдары қажет Хиуаз Дұспанованы қосып берді. Қазақтың үш батыр қыз есебінде. Олар расымен мәңгі дәріп келу керек тұлға. Ол бір тұлға ғой қазақта, мәңгі есте қалады. Және біз оны біздің қыздар, қарындастарымыз, әпкелеріміз ешқашан ұмытпау керек. Олай болса, мен ойлаймын, бүгінгі әйелдің қоғамдағы рөлін түсіндіре алдық, түсіне алдық. Әйел адам қандай болу керек екендігін өзім шамам жеткен тұсқа дейін шарпыдық. Келесі, бұл негізгі бөлім болатын. Келесі бөлімде біз сізбен философия майдан деп аталады. Келесі бөлімде біз сізбен жалпы сізді тани түсеміз, және сіз танытуға тырысамыз, және сізден көптеген нелер үйренуге тырысамыз. Бұл философия майдан деп аталады. Дәл осы сұраққа философия майданына келгенде көптеген біздің, сіз қателеспесем, біз жастардың айтарба жобасының 14-ші қонақсыз. Сізден алдын министрлікте жұмыс жасайтын, президент аппаратында жұмыс жасайтын кісілер болды, Шымкент қаласының аудан әкімдері болды, біраз басшылар болды. Дәл осы сұрақтарға келген расымен қиналып қалып жатады. Себебі бұл тұста біз сіздің болмысыңыздан мүмкіндігі барынша ашуға тырысамыз. Және бұл болашақ үшін өте маңызды, біз үшін де маңызды. Дайынбыз ба? Бұның ерекшелігі жалпы жобаның осы тұста мынау менің қолымдағы құмсағат. Құмсағат сізге бұл құмсағаттың тілі мен жақсы түсінемін. Сізге кішкене қараңғы болуы мүмкін. Мен қазір сұрақ қоямын. Сұрақты жалпы толыққанды еркін түрде еркін жауап беруге уақытыңыз бар. Ойламай, бірақ мүмкіндігінше бірімізді сізді танайық. Бастадық па? Бастадық. Сізге ең көп қойылатын сұрақ қандай? Маған жиі қойылатын сұрақ, неге сіз жас көрінесіз? Сіз неге жас көрінесіз? Қандай да болған жағдайда мен өзімді позитивті ұстаймын. Неге позитивті ұстайсыз? Себебі мойынсұнбаймын. Ондай нәрсеге мән бермеймін деймін. Себебі өмірде түрлі жағдай болады да, ондайға өзіңнің әлсіздігіңді білдірсең, құлайсың.
құлағанға қол беретін адамдар қазір өте аз. Сондықтан тек өзіңе ғана сенесің. Мына қасиетке ие болу үшін таңдаулықта бір үлкен энергия көзі болу керек. Энергия қаяқтан аласыз? Күшті неден аласыз? Спорттан. Керемет. Кім болуды армандайсыз? Арман бітпейді ешқашан. Адам өмір сүргенше армандайды, барлық адам. Менің арманым орындалған-ау деп ойлаймын. Той шіркін. Әрбір әйелдің, әрбір қыздың арманы орындалсын деп айтайық. Әйелдер армандай алмағанда әдемірек болады деген екен. Орта ғасыр философиясы. Әйел қауымның басты арманы не болуы мүмкін? Әйелдер үшін, жалпы әйелдердің басты арманы деп нені айтуға болады? Отбасы деп айта аламын ғой айтадан. Сенімділік, тұрақтылық. Сенімділік неден туады? Сенімділік неден тұрады? Ертеңгі күнді ойлайсың. Ертеңгі күнге аяқ басып, өмір сүру, сол үшін сенімділік болу керек. Сенімділіктің маңызы өте жоғары дейсіз ғой? Әрине. Керемет. Өмір сүру үшін сенімділік керек. Жалпы тарихта, бүкіл жалпы әлем философиясында да, әлем жаңалықтарында бұл нәрсе, бұл кісі орны қашанда жоғары есептеледі. Индира Ганди деген тұлға бар екен. Индияның, иә. Болған. Сол Индира Гандимен сіздің араңызда біз түсініксіз бір байланысты көріп тұрмыз, сәйкес. Енді расын айтыңызшы, бұл жерде бір сыр бар сияқты, ол кісімен араларыңызда қандай сәйкестік болуы мүмкін? Қайтадан айтып отырмын, сенімділік. Екеуіңізде сенімділік ортақ нәрсесі. Мен байқағам сенімділік, ол кісі туралы мен көп оқығам, білемін. Ол кезде Союздың балдарымыз біз, ол кісі бар тұғын. Сондықтан мен ол кісіге өте бір қызығушылық танытатым. Енді әйел адам деген ол кезде президент болу деген қиын еді ғой. Сондықтан ол кісінің әрбір жаққа қатынауы, оның сөйлеуін мен қадағалап отыратыным, ол кісіде сол бар болған сенімділік ау деймін. Ақылдылық сөзсіз. Сенімділік пен ақылдылық. Керемет. Ана болу маңызды ма? Іскер депутат болу маңызды ма? Ана болу маңызды. Неге? Себебі анада жауапкершілік өте көп бар. Ана үйдің ұйытқысы. Сен үйде аналарына бас көз болып ұйытқы болмасаң, басшы болғаннан не пайдасы? Өте керемет. Қыз ауыр ма, тұз ауыр ма? Қыз ауыр. Қыз ауыр. Неге қыз ауыр? Неге тұз ауыр, неге қыз ауыр? Енді тұзды сен асқа саласың, дәмге саларсың. Қыздың оның жолы бар. Ол қызға жауапкершілігің бар. Қыз деген өздеріңіз білесіздер. Қандай екен? Өзің үйленбеген жігітсің, бойдақсың. Болашақта үйленіп танысам деген қыздың да өзің бір мінезін көрерсің енді. Сол да. Жақсы. Керемет жауап. Қашанда ол қыздың орны бөлек, қыздың салмағы қашанда жалпы экономикалық мәселелерден бірінші орында тұрады. Себебі моральдық мәселе ол материалдық дүниелерге келгенде қашанда жоғары. Келесі. Қазақ қыздарына тән үш қасиетті атап беріңізші. Тек басқадан табылмайтын қазаққа ғана тән, және ол мәңгі бақи қазақтың қыздары сол үш қасиетін бойында сақтап қалу керек деп қай қасиеттерді айтуға болады? Ең бірінші инабаттылық деп айтар едім. Сыпайылық, іскерлік. Достықтың формуласы қандай? Достықтың? Қол ұшын беру. Әрбір қиын уақытта, сәтте ғана сен нағыз досың кім екенін біле аласың. Оның формуласы достықты қадірлеу, сақтап қалу, қарым-қатынасын. Және дос дегеннің түбінде біраз нәрсе жатыр ғой, соны жеткізе алмай тұрмын көрдіңіз. Әрине ол жалпы әлемнің ғалымдары ақиқат пен достықты ашуға келгенде қатты қиналады екен. Себебі достықтың мағынасы мен ақиқатты табу мағынасы 21 ғасыр бойы зерттеліп келе жатыр. Бірдей дейсің қатар екеуі. Иә, мен ойлаймын, әлі бір 60 жасқа келген кісі оны зерттеп тастады дегенге, ол нақ айтты дегенге, ол тағы да қиындау мәселе. Бір қызық сұрақ. Қажымұқан тышқаннан қорыққан екен. Бұл туралы көп жерде жазылған. Сіз неден қорқасыз? Пілдің өзі де тышқаннан қорқады. Сондықтан, егер қажымұқан адам тышқаннан қорықса, менің өзім де тышқаннан қорқамын.
енді ол бір шыққан өзін кішігірім бір герой деп санаған шығар. Келесі сұрақ. Театр гардеробтан басталады. Кәсіпкерлік неден басталады? Еңбектен, тапқырлықтан, тәуекелден. Керемет. Осы үш қасиет болатын болса, жақсы кәсіпкерші болуы мүмкін дейсіз ғой? Иә, сөзсіз. Келесі дүние, болашақта жалпы сіздің Шымкент қаласының аудиториясын қаншалықты дұрыс анықтама бере алғанын түсінейік. Шымкенттің интеллектуалды жастар деп кімдерді атар едіңіз? Мағжан Исқақов. Жасұздан жастар қанатының төрағасы. Дәл өзі. Керемет. Онан кейін Нұрайым қызымды айтар едім. Болашағы бар. Иә. Жақсы. Шымкентте Шахимерген Нұрайым қызым. Бәсе менің танитын Нұрайымдарым көп еді. Шахимерген Нұрайым. Жақсы. Оның қызындай жақсы көремін. Керемет. Шымкентте өмір сүрудің үш себебін айтып беріңізші. Енді жаттаған нәрсе деп ойлаймын. Біріншіден осы жердің тумасым, осы жерде туылғам. Туған жерге деген махаббат дейсіз ғой? Сөзсіз патриотпын, өз еліме, өз жеріме, өзім туған жеріме. Кіндігімнің тамған жері деп айтсам болады. Екіншіден, ол қызым, бауырым, туысқандарым, жақындарым бәрі осы жерде. Үшінші себеп, өзінің жылулығымен, қонақжайлығымен, шырайлы, шымқалым. Жақсы. Жобада келесі жолы орныңызда кімді көргіңіз келеді? Мақсұт Исақов. Мақсұт Исақов, қателеспесем, Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтің орынбасары. Иә, орынбасары. Керемет. Олай болса, біздің жастардың айтары бар. Бұл сұрақтың ережесі бойынша жастардың айтары бар жобасы қолға салған күні сіз осы жобаға Мақсұт Исақов мырзаны шақырып беруіңіз керек болады, әпке. Жақсы, атсалсам. Керемет. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер, келесі жолы бізге әпкеміз Мақсұт Исақов мырзаны шақырып беретін болады. Бүгінгі жобаны, ең соңғы сұрақтардың бірі, бүгінгі жобаны үш сөзбен сипаттап беріңізші. Нақты. Нақты, қызықты және қажет. Қоғамға қажет дейсіз ғой? Қоғамға қажет жоба. Керемет. Ең соңғы сұрақ. Көрдіңіз, Силкой университетін көрдіңіз, жастарды көрдіңіз, қаншалықты қарым қабілетті екендігін. Силкой университет туралы бір ауыз сөз. Ғажайып. Бір ауыз сөзбен ғажайып дейсіз ғой? Ғажайып деп айтар едім бұл. Себебі қазір бәрін шынаралап көрдім. Мұншалықты керемет университет екенін білмеймін. Бірінші рет келдім, таныстым, көрдім. Сондықтан бір ауыз сөзбен ғана соны ғажайып деп айтар едім. Керемет. Олай болса, сізге де бүгінгі кереметтей ғажайып сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз, әпке. Жалпы ашығын айту керек, кейде осы жобаға біраз кісілер шақырған кезде аяқ тартып отырады. Білмеймін, қандай заңдылық бұл кісілердің аяғын байлайтындығын. Батылдықпен біз ұсыныс тастағанда өз келісіміңізді беріп, себебі дәл қазір депутатқа кандидат уақытында көбісі аяқ тартатын жағдайлар да бар. Шындыққа жанасатын болсақ, сізге дәл осылай үлкен сеніммен келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Себебі сіздерге де алғысымызды айтқымыз келеді, рахат. Жақсы, олай болса, біздің жобада кішкентай ғана сыйлық бар, қабылдаңыз. Университеттің кішкене брендтік өнімдері. Бұл біздің кішігірім естелік болсын. Және мына нәрсе біздің балалардың шапшаңдығы мен пысықтығының арқасы төрден құдай қаласа үйіңізден орнығады деген сенімдеміз. Және ең басты нәрсе, бұл біздің жалпы Шымкент жастарының сіздің болашағыңызға деген үлкен сенімділік немесе сәттілік тілеуі деп қабылдаңыз, әпке. Кішкентай ғана сыйлық. Рахмет. Көңіл дейді ғой, көрдіңіздер ме? Көңілмен қандай шықтыңыздар, бәріңізге алғысым шексіз. Әрине. Ең соңғы нәрсе, кешірім, бұлай тұрады екен. Ең соңғы нәрсе, кезінде ғалымдар біріне қалам, ручка, түсініктірек болды, ручка сыйлаудан қатты қорыққан. Себебі бұл нәрсе өзінде бүкіл сәттілікті келесі адамға алып кетуі мүмкін дейді. Ал біз сізге қаламды сыйлаймыз. Құдай қаласа, қазір бақсынап жатқан программаңызда үлкен жеңіспен жеңіске жетуіңізді және жобаңызбен басын аяқ танысып шықтық. Жобаның негізгі бөлімі жастардың, Шымкенттің жастарын қамтамасыз еткен. Сізге Шымкент қаласының жастарының атынан осы сыйлықты табыстауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Сіздерге үлкен жетістік тілеймін жобаларыңызға. Көркей беріңіздер.
есе беріңіздер. Жақсы, сізге үлкен рахмет. Олай болса, құрметті көрермендер, біз жобаны аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта болған Шымкент қаласы мәслихат депутатына үміткер Гүлайым әпкеміз. Осымен құрметтілер, жастардың айтары бар жобасына 14-ші шығарылымы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.